Қайырлы күн достар, бүгін бізде жаңа фурнитурамен жұмыс. Қараңыздар, бұл мойынға киетін. Көрдіңіз бе? Мойынға киетін сым. Негізі осы сымға әшекейді тағады. Негізі проволока деп атайды, басқаша да аттары бар. Мен сіздерге қазір көрсетейін, қалай бұған біз қалай моншақты кіргіземіз, екі жағы жабық болатын болса. Біріншіден біз мынаны мысалға мына жағын шеше аламыз. Қараңыздар. Бұны біз былай жасаймыз. Құралды аламыз да босатамыз. Қазір қысылып тұр ғой бұл деген. Біз кішкене босатуымыз керек қайтып оны. Міне, босаттық, аштық. Көрдіңіздер ғой? Өте оңай. Болды. Мына шетін ала тұрамыз. Қайтып қыстырып қоямыз кейін. Қазір мен сіздерге көрсететінім керамикалық моншақтар. Өте әдемі. Алиэкспресстен заказ бердім. Одан бөлек бізге керегі ол мынандай рондель. Жылтырлақтары бар ішінде. Және де гематит осындай пішінмен. Ал міне біз мына тростың мына жағын шештік. Мынау соның застежкасы мына элементпен бірге. Біз енді бастаймыз. Мен бастаймын осындай гематиттен. Одан кейін рондельді саламын. Рондельден кейін қайтып гематитті салам. Мына жерден мен бірақ екеуін қойғым келеді. Қойдым. Осындай керамикалық моншағымызды қоямыз. Мына моншақтың араларында мен тек бір-бірден қосатын боламын. Өзіңізге қай түс ұнайды, солай өзіңіз таңдап істесеңіз болады. Маған ұнаған осы жолы осындай түрде жасағым келді. Әзірге тек 3 түсті қосам. Негізі одан да көп алғанмын. Мына түс үшеуі бітті, сондықтан мына жерде біреуін қойып жатырмын. Қайтып қоямын рондельді. Рондельдің да сайтта түстері көп, ішіндегі тастары. Мен осын таңдадым. Ал міне біз болдық. Негізі бұны ары қарай да былай жалғастыруға болады.
былай мына жерге дейін. Мына жақты да толығымен толтырса болады, бірақ мен кішкене жеңіл болғанын қалаймын. Келесі жолы жеңіл түрін жасасақ болады. Ондай қажет болса, ұнаса, ондай қызық болса, қалай жасайтынын білгіңіз келсе жеңіл түрін, онда комментарийге жазып кетіңіз қызық деп. Қызық болмаса, онда оны да жасаңыз болады. Негізі мен осылай жеңілдету үшін ары қарай жалғастырғым келмейді. Онымен қоса қараған кезде меніңше қызық болады. Мына жағы көрініп тұрады, мына жағы көрінбей тұрады. Ары қарай басқа адам көрген кезде ары қарай мына жағында не бар екен деп қызығып тұрып, бір интрига жасағандай болып көрінеді мен үшін. Енді біз қазір мен сізге басқа жаңағы түрін көрсетейін. Біз басында мынандай болды ғой, бұл деген сым. Біз оны былай ашқанбыз, қараңыздар. Аша алмай қалдым ғой. Басқасын көрейін. Міне. Бұлай екен ғой. Міне. Көрдіңіздер ғой. Мынаның ішіндегісін біз алған болатынбыз мына жерін. Бұл тура сол біз қайтып орнына келтіруіміз керек енді. Міне қараңыздар, біз мынаны бітірдік, мына жерінен бітірдік. Мына жерді біз жабуымыз керек. Ол үшін біз бірінші мына екі фурнитураны қайтып орнына қоюымыз керек. Бірінші мынаны застежкасын, міне мына жерінде байқасаңыз, мындай тістері бар. Айналдырған кездегі тура сол цилиндрді бүйтіп қайталайды, дөңгелектерді. Біз соны қайтып орнына қоюымыз керек осылай. Мына жерді қарайық, тура солай ғой, тура солай, дұрыс. Енді мынаны қайтып орнына қоюымыз керек. Мына жері ізі тұрған жері, ол былай мына жерінде қысылып тұрған жері. Біз қайтып оны орнына кіргіземіз, байқаймыз. Қысқан кезде қазір қатты зақымдамай, сындырып алмайтындай қылып жасауымыз қажет. Кірген сияқты. Осындай болып тұрса, кіріп тұрса, біз бұны жайлап мына жерінен қысамыз. Қайтып орнына келтіреміз да. Себебі істейтін нәрсені біз жасап болдық. Бұны қысуымыздың себебін білесіздер ғой. Бірінші видеоны қайтып көрсеңіз болады. Ол жерде мен мынандай бекітетін, ары қарай тайып кетпес үшін, моншақтардың бір орында тұру үшін фиксация жасайтын басқа кремп one touch дегенге шолу жасаған болатымын. Қалай жасайтынын, қалай істеуге болатынын көрсеткенмін. Бұл бізде басқа түрі. Міне мен қыстым тағы да. Бұлай қыстырып байқау керек. Мына жерін сындырып алмаған жөн. Сынып қалатын жағдайда мен сіздерге мысал дайындағанмын. Бірдеңе онша дұрыс емес болып қалса, ол мынандай болып сынып қалады. Көріне ме сізге? Көріп тұрсыз, мына жер сынып қалды. Қатты қысқаннан. Мен бұдан бұрын сіздерге көрсету үшін бір-екі рет көргенмін, қандай жағдайда қалай сынып кетуі мүмкін ба, жоқ па деп. Міне мынада кішкене трещина бар мына жерде. Сондықтан абай болу керек. Мынандайды қолданбаған дұрыс. Бұл толығымен қысады. Біз мындай круглый губцамен жайлап тек сол жерін ғана, қыстыратын жерін ғана басуымыз керек. Сонда біз сындырып алу мүмкіндігіміз азаяды. Сындырып алған жағдайда бұл қайтадан мойынға тию мүмкін да, сондықтан абай болу керек. Болды, шықпайды. Тартып тұрмын. Бәрі орнында. Бұны да біз үлгердік, салып болды. Міне қараңыздар, қандай әдемі. Мен сондай қуанышты болып жүрмін. Ал енді қайтып, міне енді жабамыз. Мынаны байлап қоямыз, бекітіп қоямыз. Қараңыздар, қандай күшті. Маған сондай ұнап тұр. Өте ұнап тұр. Сіздерге ұнай ма? Қараңыздар, қандай.
Осындай болып шықты бізде. Керемет, әдемі. Өте әдемі, иә? Жылтырлап тұр. Басқа екінші вариант жасауға да болады. Қызық болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сонда ғана мен білетін болам қызық екенін. Мойныңыз қалай айтады? Мойныңыз жіңішке болатын болса, ауырлық салмағын жақсы көретін болсаңыз, ауыр салмақ жақсы көретін әйелдер болады, ауыр әшекейлер ұнататын. Ондай жағдайда біз мынаны толтырсақ болады. Немесе тура осыны тросқа жасауға болады, жұмсақ тросқа. Жұмсақ тросқа жасайтын болсаңыз, мынаны ары қарай жалғастырып істесек болады. Енді сақина деп ғой, енді сырға жасап көрсек болады. Қазір көрсетемін сіздерге қалай жасауға болатынын. Сіздерге қазір пиннің түрлерін көрсетем. Осындай бар, осындай және осындай. Мына пин әдемі, тұмсығы сүйкімді, әшекейді әдемірек көрсету үшін қолданылады. Мысалға, бұлай салған кезде бұл сүйкімді болып көрінеді. Осындай. Бірақ бізде бұлар тесіктері үлкен, моншақтың да, ненің де, ронделдің да, сондықтан біз басқасын пайдалануымыз керек. Мынандай пинді қолданады, байланыстыру үшін бірнеше буын болса, бұл бізге келіспейді. Бізге келіседі бұл осындай, себебі бізге нені жабу керек негізі. Жаңағы кубикті. Міне қазір қараңыздар. Бізде бұрын қолданылған болғасын алып тастайық. Біз бірінші қолданамыз осындай. Гематитті, одан кейін саламыз моншақты, тесігін моншақтың жабамыз гематитпен, одан кейін саламыз ронделді, одан кейін ронделдің де тесігін жауып қоямыз. Сонда осындай сүйкімді болып шығады. Осы неге мойынға киетін әшекейге тәріздес ұқсайды соған. Енді бізге мынаны бұрақ қою керек. Бұның бұрауын тәсілдері өте көп. Мен деген мүмкіндігінше біртіндеп көрсетуге тырысамын. Мен бүгін осылай бекіттім. Жай айналдырдым. Бұл ең жеңілі болып есептелінеді. Меніңше сіздерге бастайтын болсаңыздар, мен жасағанды қайталасаңыздар, осы сіздерге ең ыңғайлы болады деп ойлаймын. Келесі жолда басқа тәсілдермен танысатын болармыз. Қараңыздар, қазір екіншісін жасағанда тағы да асықпай көрсетемін. Мына жер шошайып тұр, байқадыңыздар ма? Бізге бұның шошайған қажет емес, себебі денеге тиюі мүмкін, теріге. Кесіп тастаса болады, немесе бұлай дөңгелетіп қойса болады. Үшін жасаймыз. Бірінші стайын. Гематит. Моншақ, гематит. Сонымен жабамыз. Көрдіңіздер ғой? Осындай қозғалып тұрған маған өте ұнайды. Сіздерге ұнай ма? Жаңағыдай айналдырамыз. Қазір көрсетемін, жай. Круглогубцины аламыз. Круглогубцыды аламыз да. Қолмен дұрыстап ұстаймыз.
сырылып кетіп жатыр. Міне қараңыздар. Осылай ұстаймыз, үш жағынан айналдыратын жерден. Сосын болмай қалды, қазір көрсетемін тағы да. Міне қараңыздар. Мына жағын қазір ұстаймыз, ішкі жағынан кіргіздік круглогубцияды. Енді бұлай айналдырамыз, жібермейміз. Бір жағымен ұстаймыз да, екіншісімен осылай айналдырамыз. Сым өте қатты, мына осы сым қалың. Сондықтан кішкене ұстау керек. Мына жер бізде шығып тұрмау керек, екеуі тең болу керек, кішкене шошайып тұрмай. Жаңағы фурнитура көп қозғалмағаны жақсы. Енді мына жерді жөндеп жібереміз жаңағыдай. Кішкене ұшын қысып ұстау керек. Теріге тимес үшін. Кес алатын жер болса, кесіп тастаса да болады. Мысалға қазір көрсетейін. Мына жерде қалай болып тұр. Кішкене әртүрлі болып қалыпты. Біреу үлкен, біреу кіші. Сырған негізі сынағыма біраз болыпты менің. Сезіледі. Ал қараңыздар, бізде бұлар дайын болды. Енді біз мына швенцияға қыстырамыз. Ол үшін біз мына жерін ашамыз. Бұны көп ашуға болмайды, майысып қалады. Бір ашу керек те, сосын қайтып жауып қою керек. Қазір көрсетемін. Швенцияның басқа да түрлері болады, ашылмайтын мына жері. Ондай жағдайда мына бірінші пинді майыстырмай, ішіне кіргізіп алып, сосын ғана майыстыру керек. Енді екіншісіне сөйтеміз. Көрдіңіздер, мына жер жабамыз қазір. Болды, арасы ашық емес, жабылды. Сондай секунда болып шықты бізде. Екінші түрін жасайық енді. Енді қазір басқа түрін жасаймыз. Пинді алдық. Бұның дизайны кішкене басқаша болады. Кіргіздік. Мына жерде мен осындай кішкентай ғана цилиндрлік нені қолданамын. Бұл семайды екен.
жерге сыймайды. Онда өзін ғана қалдырамыз. Сосын ана жерді бүйтіп айналдырамыз. Так. Осымен кішкене қиындау жұмыс істеген. Майыс болмайды. Өте қатты екен. Өте қатты. Жақсы тұр, бірақ жақсы жасалынды. Мына жердің артық жерін алып тастау керек болады. Көріп тұрсыз ба? Артық жері бар. Артық жерін біз былай ғана кесіп аламыз. Бұл дайын бізде. Екіншісін аламыз. Бір, екі, үш. Ішке қарай ораймыз. Қазір мен тек бір әдіс бойынша көрсетіп жатырмын сырғаны жинауды. Келесі видеоларда басқа тәсілдерді көрсетуге тырысамын. Менің қолданып жатқан пинім өте қатты, бірақ біз өте жақсы жасадық. Қазіргі менің қолданайын деп жатқан швензиім ашылмайтын болғандықтан мен осындай байланыстыратын сақинаны қолданбақшымын. Ол үшін мен бірінші плоскогубцийді аламын, екінші қолыма круглогубцийді алып, бір жағын ашып, бір жағынан ұстаймын. Міне, аштық. Енді швензиді тесігінен өткіземін. Одан кейін моншақты салам. Екеуін бір-бірінен байланыстырдық. Енді тек жабу қалды. Болды. Бір-екі рет істесеңіз үйреніп кетесіз. Істедік. Тура солай екінші моншақпен жұмысты жалғастырамыз.
қараңыздаршы, қандай әдемі бізде комплект шықты. Браслет жасасақ болады осылай, немесе үшінші түсті қолданып сырға жасасақ болады. Ұзындықты да өздеріңіз білесіз қалай жасауға болатынын. Мысалға, мына сырғаны алатын болсақ, біз сақинаны қолданғасын арасында ол осындай салбырлақ болып шықты. Ал мына көк сырға ол бір блок түгелімен қозғалғанда кішкене ауырлау болып көрінеді, бірақ өте жеңіл. Маған өте ұнады. Сіздерге ұнады ма? Бұлай қарасаңыз да өте әдемі көрінеді. Көйлекпен де үйлесетініне күмәнім жоқ. Қараңыздар. Күн сәулесі тигенде бетіне жарқырап, өзінше жылтырлап шығады. Сіздерге қалай? Сіздерге қалай көрсетсем де әдемі көрініп тұр деп ойлаймын. Шашты жинасаң да, жіберсең де.